Ал титандар шабуылы жайлы бейнені бастамас бұрын әдеттегідей лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ал біз бірінші маусымды бастаймыз. Барлығы 100 жылдан астам уақыт бұрын адамдарды титандар жей бастаған сәттен басталады. Және олардан аман қалу үшін 3 қабырға Мария, Роза мен Сина тұрғызған. Соның арқасында олар 100 жылдан бері бейбіт өмір сүріп жатыр. Басты кейіпкердің есімі Эрен Йегер. Ол Микаса Акерман есімді сіңілісімен Мария қаласынан бөлек орналасқан Сигантина қаласында тұрады. Және бұл қала қажет болған жағдайда титандарды ұстап тұруға арналған. Олардың әкесінің аты Гриша, және ол бүкіл қалаға қауіп төндірген індет кезінде ем тауып көптеген адамдардың өмірін сақтап қалғандығымен танымал. Және ол үшін барлығы оған риза болды. Бірақ содан кейін қалада ерекше проблемалар болмағандықтан адамдар қатты босаңсыды. Тіпті қабырғаларды бақылап, кез келген жағдайда оларды қорғауға тиіс гарнизон мүшелері де уақыттарын ішумен өткізді. Бұл Эренге мүлдем ұнамады. Өйткені ол қазір бәрі бейбіт өмір сүрсе де, бұл осылай жалғаса береді дегенді білдірмейді. Сондықтан бәрі дайын жүру керек еді. Барлығы шалқып өмір сүріп жатқанда Эрен барлау корпусына қосылуды шешеді. Бұл гильдияның міндеті қала қабырғаларынан шығып титандармен күресудің жолдарын табу. Алайда олар ол жаққа қанша барса да әскерлер айтарлықтай жетістікке жете алмады. Ал Микаса ата-анасына ағасының мақсаты туралы айтты. Олар бұған риза емес еді. Анасы бірден Эренге ол жерге қосылуға тыйым салды. Бірақ әкесі егер баласын шынымен бірдеңені қаласа, оған тосқауыл қою мүмкін емес екенін түсінді. Ал Гришаның өзі қала қабырғаларынан тыс іс-сапарға аттанады. Осы арада Эрен мен Микасамен достасатын тағы бір басты кейіпкер Арминмен танысамыз. Армин мен Эрен қабырғалардан шыққысы келеді, бірақ олардың патшалары бұған тыйым салды. Және олар мұның себептерін талқылап жатқанда үлкен титан олардың 50 метрлік қабырғаларына шабуыл жасап, қақпадан теуіп кіші титандарға өтуге мүмкіндік береді. Тұрғындардың барлығы бірден қаша бастайды. Алайда Эреннің анасы үйде қалғандықтан олар ойланбастан оны іздеуге жүгірді. Ал олардың үйі құлап, анасы қамалып қалды. Балалар оны құтқармақ болғанымен қирандыларды көтере алмады. Және оны тастап кетуден бас тартқандықтан оларды хан асатты гарнизон гильдиясының мүшесі алып кетті. Олар аналарын сол жерде қалдырғандықтан оны титан жейді. Ол олардың Марияның қабырғаларына жеткізетін кемеге апарды. Бірақ жоқ жерден Марияның қабырғасынан толық жылдамдықпен тесіп өткен брондалған титан пайда болды. Енді титандар осы жерден кіре алады. Аман қалған босқындар Роза қабырғасына қарай аттанады. Бірақ олардың саны тым көп болғандықтан тамақ мәселе болды. Барлық босқындар жерді баптауға жұмысқа жіберілді. Бірақ сонда да азық-түлік жеткіліксіз болды. Сондықтан келесі жылы үкімет Мария қабырғаларын қорғау үшін 25 мыңға жуық босқынды жіберу туралы шешім қабылдады. Бірақ сәтті болмаған операциядан кейін 100-ден сәл астам адам ғана оралды. Дегенмен бұл құрбандық толық болмаса да тамақ мәселесін шешуге мүмкіндік берді. Осы оқиғалардан бір жыл өткеннен соң басты кейіпкерлер кадет мектебіне түсуге шешім қабылдайды. Онда олар 3 гильдияның біріне қосылатын жауынгер болып шығарылады. Әскери полиция ең элита болып саналды. Өйткені олардың жұмысы корольдық ішкі қабырғаларды қорғау болып табылады. Және бұл ең қауіпсіз жер болғандықтан барлығы дерлік оған қосылуды армандайды. Бірақ мұны ең жақсы 10 түлек қана жасай алады. Шардис есімді кадет мектебінің нұсқаушысы бұл бастаманы бастайды. Және ол оқуға түскендерді өлімге бастарын тіккендері үшін алдын ала қорқыта бастайды. Бірақ ол мұны бәріне жасамады. Мысалы, ол Эренге тиіспеді. Өйткені оның түрінен ақ басынан қиындық өткені білініп тұрды. Яғни оны және басқаларды қорқытудың қажеті жоқ. Қабылдау кезінде нұсқаушы Сашаның ас үйден ыстық картоп ұрлап, оның көзінше жеп жатқанын байқайды. Сол үшін Шардис оны түскі астан айырды және 5 сағатқа жүгіруге жіберді. Ол сондай-ақ қабылдау кезінде ат салыспай немқұрайлы қарағандарды үйлеріне жіберді. Кешкі ас кезінде айналадағылардың бәрі Эреннен титанның шабуылының ортасында болу қандай екенін сұрай бастайды. Онда ол Микасаға бірден ғашық болған жанды кездестірді. Оның мақсаты ішкі қабырғалардың ішінде өмір сүру және өзін титандардан қорғау. Сонымен қатар Эреннің мақсаты мүлдем басқаша. Ол барлық титандарды жалғыз өлтіру үшін барлау корпусына қосылғысы келеді. Алайда бірінші сынақ кезінде ОПМ меңгеру барысында жоғарыдағы қатты сөздерге қарамастан ол басқалардың фонында өзін өте нашар көрсетті. Сондықтан ол Микаса мен Арминнен оны үйретуді өтінді. Алайда олардың түсіндіргендері оған көмектеспей басын соғып аунап кетеді. Осындай сәтсіз әрекет оны үйіне жіберу мүмкін болғандықтан Эрен сынақтарды сәтті өткендерден көмек сұрай бастады. Оның барысында ол Рейнер мен оның жақын досы Бертольдпен кездесті. Олар оған көмектесе алмайды, бірақ қайта сынақтан міндетті түрде өту үшін оны барлық жағынан ынталандырады. Екінші сынақ кезінде Эрен ауаға көтерілді, бірақ қысқа үзілістен кейін ол қайтадан сәтсіздікке ұшырайды. Кенет Шардис курсанттардың біріне онымен белбеу алмасуды сұрайды. Содан кейін олар оны қайтадан ауаға көтереді. Бұл жолы Эрен сынақтан еш қиындықсыз өтті және оның сәтсіздіктері белбеуінің үзілуінен болғаны белгілі болды. Жаңадан келгендер қарқынды жаттығуларды бастады және оларды жаттығуларына қарай бағалады. Микаса ең қабілетті саналды, ал Эрен еңбекқорлығы үшін бағаланды. Соның арқасында ол көптеген жетістіктерге жетті. Армин физикалық
тұрғыда ең мықты емес еді, бірақ теориялық дайындық кезінде өзін жақсы жағынан көрсетті. Нәтижесінде мектепті 218 курсант бітірді, ал Микаса мен Эрен ондаған үздіктердің арасында болып шықты және оларға әскери полицияға қосылуға мүмкіндік берді. Алайда бұған қарамастан Эрен әлі де барлау корпусына қосылғысы келеді және қалғандарына осы кәсіби мектеп титандарды өлтіруді үйреткенін айтады. Алайда мұнымен ең жақсы күресетіндер керісінше титандардан алыстап, оларды сина қабырғаларының артына жасырады дейді. Оның сөзі көпшілікті сендірді. Сондықтан бастапқыда әскери полицияға қосылғысы келгендер Эреннің соңынан корпусқа кірді. Микаса мен Армин де сол жаққа барғысы келді. Оны жалғыз қалдырғысы келмеді. Бірақ олар оқуын бітіріп Роза қабырғасын қорғай бастағанда, оларға 5 жыл бұрынғыдай қақпаны бұзып өткен орасан зор титан шабуыл жасады және қалған титандарға ішке кіруге мүмкіндік берді. Үлкен титанды кездестірген Эрен оны өлтіргісі келді, сондықтан шабуыл жасайды. Бірақ онымен күресудің орнына үлкен титан олардың қаруларының үлкен бөлігін бұзды. Бұл қарапайым титандардан айырмашылығы үлкен титанның ақылды екенін білдіреді. Жоқ жерден пайда болған ол дәл солай жоғалып кетеді және ол пайда болғаннан бері брондалған титанның да пайда болу мүмкіндігі бар. Ол алдыңғыдай Розаның ішкі қабырғаларын тесіп өтеді. Сондықтан қазір адамдардың міндеті бейбіт тұрғындарды мүмкіндігінше тез эвакуациялау және Роза қабырғасының қорғау міндеті кезінде мүмкіндігінше көп титандарды өлтіруге тырысу. Микаса ең қабілетті ретінде бейбіт тұрғындарға көмектесу үшін элиталық отрядқа жіберілді, ал Эрен және қалған түлектер титандармен күресу үшін топтарға бөлінген. Титандарда интеллект жоқ, олардың көпшілігі еркектерге ұқсайды, бірақ жыныстық мүшелері жоқ. Жан-жануарға тиіспейді, көздегені адам. Көп жылдар бойы қабырғалардың сыртында тұрып, адам жемегені олардың тамаққа мұқтаж еместігін дәлелдейді. Яғни олар адам баласын тек жоюды көздейді. Егер титанның басын кесіп алар болса, ол оны 2 минут ішінде қалпына келтіреді, бірақ бұл олардың өлмейтінін білдірмейді. Мойынның артқы жағы әлсіз жер және ол кесілген болса, оны қалпына келтіруге уақыт болмайды. Эрен мен Армин бір топта, олар титандармен соғысуға барды, бірақ олардың бірін титандардың бірі жеп тастайды. Эмоциялардың әсерінен Эрен жолдасының кегін алғысы келді, бірақ ол өлтірушіге бара жатқанда тағы бір титан оның аяғын тістеп алды. Содан кейін оның серіктесін титандар жей бастайды. Тірі қалғандардың арасынан Армин екеуі қалғанда титан соңғысына шабуыл жасайды, бірақ Эрен ауырғанына қарамастан оны құтқарды. Бірақ бұл үшін өзін құрбан етіп естелік ретінде тек қолын қалдырады. Ал қаладан қашқан тұрғындар қиындыққа тап болды. Жергілікті бастықтардың бірі арбасына келмек болып шегіну жолын жауып тастады. Ешкім оны тоқтата алмады, өйткені оның көт жалағыштары оны қорғайды. Олар сол жерде тым ұзақ болғандықтан оларды титандардың бірі тауып алып бірден шабуыл жасайды. Рас, Микаса оларды құтқарып қалды. Содан кейін өлтіремін деп қорқытып, әлгі басшыдан арбаны алдыртып, бейбіт тұрғындарды өткізуге мәжбүр етті. Осыдан кейін ол балалық шағын еске алды. Оның ата-анасы Гришаны күтіп тұрды. Ол кезекті медициналық тексеруден өтуі тиіс. Бірақ оның орнына қарақшылар оларға баса көктеп кіріп, алдымен ата-анасын өлтіріп, содан кейін оны бай азғындарға сату үшін өздерімен бірге алып кетті. Оқиға орнына жеткен Эрен мен Гриша тек шабуыл іздерін тапты. Гриша әскери полицияны шақыртуға аттанып, Эренге қауіпсіз жерге баруды және оны күтуді бұйырды. Бірақ оның орнына ол Микасаның артынан барады. Қарақшылардың бірін өлтірген Эрен екіншісімен айналысады. Осылайша Микасаны құтқарды. Бірақ үйде 3 қарақшы болған екен, сондықтан Эренді құтқару кезегі Микасаға келді. Ұзақ уақыттан кейін оларға әскери полиция келіп, Гриша Эренді тыңдамай өміріне қауіп төндірген үшін ұрса бастады. Кейін Микасаның барар жері болмады. Гриша олармен бірге тұруды ұсынды. Оның басына өткен оқиғаға байланысты Эрен ол үшін ең қымбат адам болды. Бірақ ол Арминнен оны титан жегенін білгенде, титандарды өлтіру арқылы ауырсынуын жеңілдетпек болды. Бірақ тағы бір мәселе туындады. ОПМ газ қорын толықтыратын жеткізушілер титандармен қоршалған. Сол себепті кадеттер бұдан былай күресе алмады. Сондықтан олардың көпшілігі ұшып кете алмағандықтан жеп қойды. Тірі қалғандар жеткізушілерді құтқаруға шешім қабылдады. Бірақ жолда Микасаның газы таусылып, аппаратсыз қалған Микаса титанның шабуылына ұшырады. Бастапқыда ол берілгісі келді, бірақ оған ештеңеге қарамастан күресуге шақырған Эреннің сөздері есіне түсіп, осылай істеуге шешім қабылдады. Бірақ кенет оның артынан Микасаны басқа титан құтқарып қалады және соққыдан кейін оның қарсыласын ашулы түрде тепкілеп тастайды. Сол жерден төбеден Армин оны алып кетеді. Олар Кони атты басқа курсантпен бірге әлгі титанның тағы бір титанмен рукопашка арқылы төбелесіп өлтіріп жатқанын бақылайды. Бұған қарап Армин бұл титанды өз мақсаттары үшін пайдалануды ұсынды. Оны титандар қоршауында қалған газ жеткізушілері тұрған жаққа алып барғысы келеді. Жан сол жерге жетіп жетекшілік етіп аман қалған курсанттарды сол жерге апарады. Бірақ олар келгенде титандар
титандар оларға шабуыл жасады. Алайда оларды әлгі одақтас титан өлтірді. Армин газ жеткізушілерді құтқару жоспарын айтады. Олардың 7-5 метрлік титандары бар, бірақ олармен күресуге газ жоқ. Сондықтан ол қару арқылы көздерін соқыр етіп, жоғарыдан шабуыл жасау арқылы өлтіруді ұсынады. Олардың жоспары тамаша жұмыс істейді. Тек Саша шабуылдаған титанды команда болып өлтіруге тура келді. Газ жеткізушілерін титандардан босатып, курсанттар газ қорын толықтырды. Бірақ олар өз жоспарын орындап жатқан кезде одақтас титанға басқа титандар шабуыл жасап, оны қоршап алып жей бастайды. Микаса оны құтқарғысы келді, бірақ мұны істеуге үлгермейді. Өйткені біздің титан Эреннің отрядына шабуыл жасаған титанды көргенде, оған қолсыз шабуыл жасады және оның әлсіз жеріне шабуыл жасап өлтірді. Содан кейін ғана ол күш-қуатсыз жығылып, титан үшін әлсіз деп саналатын жерден ес-түссіз Эрен пайда болды. Оның аяқ-қолдары тіпті қозғалмай қалды. Демек ол бәрін құтқарды. Бірақ соған қарамастан бәрі оны әлі де қауіп төндіреді деп есептейді. Сондықтан оны қоршап, содан кейін оны өлтіру туралы шешім қабылданады. Бірақ бұған Армин мен Микаса қарсылық танытып келіспей, қасына келген адамдарды өлтіремін деп уәде берді. Ал капитан бәрібір оларға оқ атуға бұйрық берді. Осы сәтте ол әкесінің тәжірибесінен осылай болған есіне алды. Ол оған Эреннің барлық естелігін өшіретін зат енгізген. Бірақ сонымен бірге әкесі оған үйінің жертөлесінің кілтін бергенін есіне алды. Одан ол көптеген құпияларды ашуы керек. Эрен осыны есіне алып, достарын ұстап алып, титанның әлсіреген нұсқасына айналып, Армин мен Микасаны құтқарады. Ол шыққан титанның денесі және басқа өлген титандардың денелері буланып жатқанда, Эрен мұны пайдаланып, Арминнен сарбаздарға шығып, оларды көндіруге тырысуын сұрайды. Ол дәл солай істеді. Эреннің құдіретін адамзаттың игілігіне пайдалануға болатынын айтады, және соның арқасында олар титандарды жоя алды. Алайда капитан бұл сөздерге сенбеді. Ол әлі де оларды өлтіруге бұйырды. Бірақ бұған гарнизонның бас офицерлерінің бірі Пиксис кедергі жасайды. Ол жігіттермен бірге қабырғаға өрмелеп Арменді тыңдайды. Ол Эренді пайдаланып, қала қабырғасындағы тесікті үлкен таспен жабуды ұсынады. Оларды таң қалдырып, ол олармен келісіп, жоспарды жариялауға дереу барлық жауынгерлерді шақырды. Жоспарға сәйкес Эрен титанға айналады және оның денесін таспен тесікті жабу үшін пайдаланады. Басқа титандар бұған жол бермейді. Сондықтан сарбаздардың міндеті мүмкіндігінше көп титандарды бұрышқа айдап, оларды мүмкіндігінше ұстап тұру. Эрен сонымен қатар оны қалған титандарды қорғау міндеті болып табылатын элиталық жасақпен бірге барады. Осы миссияның арқасында көптеген сарбаздар өлді. Сондықтан бұл миссияны орындау және адамзатты құтқару жауапкершілігі Эреннің мойнында. Өйткені титандар Розаның қабырғасын бұзса, онда адамдар Сина қабырғаларына тығылу керек. Алайда онда бүкіл халықтың жартысы ғана өмір сүралады. Эрен мен таңдаулы жасақ әлгі тасқа жетті. Содан кейін Эрен саусағын тістеп титанға айналады. Бірақ ол мұны істеген бойда бірден Микасаға шабуыл жасайды. Оны Эрен өлтірмекші болды. Эрен өз-өзін нокаутқа түсіреді. Бұл тапсырманы орындауға үлкен қауіп төндіреді. Бірақ оның бақылауының жоқтығына қарамастан, отряд оны бәрібір қорғауға шешім қабылдайды. Өйткені титандар оларға жақындап қалды. Эрен болса оларды өзіне қаратты. Өткен жолғыдан айырмашылығы, Эреннің титаны әртүрлі жарақаттардан бірден айығып кеткен еді. Бұл жолы бұл болмады және ол жай ғана ес-түссіз отырды. Екеуі төбелесіп жатқанда Армин оларға жүгіріп келіп, оны оятып, есін жиғызуға тырысып, әлсіз жерін жаралады. Оның арқасында бастапқы жоспар іске қосылды және барлық басқа сарбаздарға өмірлерін қатерге тіксе де оны қорғауға бұйрық берілді. Миссия сәтті аяқталып, Эрен қақпаны толығымен жауып тастады. Рас, содан кейін ол әбден шаршайды. Бірақ оны басынан бастап соғысқа қатыспаған барлау корпусының капитаны Леви құтқарды. Өйткені титанға шабуылдан бұрын олар экспедицияға аттанған. Бұл үшін көптеген сарбаздар қаза тапты немесе ауыр жарақаттанды. Сондықтан қалаға қайтадан індет қаупі төнді. Миссияны аяқтағаннан кейін Эрен оянғанда капитан Леви мен оның командирі Эрвиннің бақылауымен жертөледе қамалып қалды. Олар оның үйіндегі жертөле туралы біледі. Оның Гришаның арқасында титанға айналғаны белгілі болды. Эрен Микасаға жасаған шабуылмен дәлелденген үлкен қауіп екеніне қарамастан, Леви оны өзінің жауапкершілігі ретінде барлау корпусына қабылдауды шешеді. Бірақ Эреннің қосылып-қосылмауы олардың еркі емес. Титан Эреннің одақтасы болғанына жұрттың бәрі қуанбады. Сина қабырғасының ар жағындағы халық кедейлер титанмен бірігіп оларға шабуыл жасайды деп ойлайды. Сондықтан мәселені алдын ала шешіп, Эренді өлтіру керек болды. Және барлық гильдияларды басқаратын жоғарғы қолбасшысы Дариус Сакли оның тағдырын шешеді. Және Эрен үшін арнайы әскери сот өткізіледі. Онда Дариус оны барлау корпусына бару туралы шешім қабылдауы керек. Онда олар оның күшімен Марияны қайтарып алуға тырысу керек. Немесе денесін кесіп тексеру арқылы әскери полицияға тапсыру керек. Сот барысында Эрен шыдамсызданып әскери полицейлерге титандардан жасырынып жүрген қорқақтар екенін және егер құрбан болғылары келмесе, мұны мен жасаймын деп айғайлайды. Алайда оны Леви тоқтатады. Ол оны қатты ұрып-соғып, сол арқылы оны тәрбиелеп, судьяға Эрен құбыжық болса да, Леви оны кез келген уақытта өлтіруге қабілетті екенін көрсетеді. Бұл одан пайдалы болатынын анық білдіреді. Бұл қадам оларға көмектесті және судья Эренді сынақ миссиясы үшін барлау корпусына жіберу туралы шешім қабылдайды. Егер олар Мария қабырғасын қайтара алса, Эрен тірі қалады. Бірақ ол өзінің жақсы жағын көрсете алмаса және тапсырманы орындай алмаса, ол өлтіріледі. Эрен арнайы күштер отрядында болады. Атап
нақтылап айтқанда Левидің отрядында. Оның бақылауымен олар ескі сарайда тұрады. Мұның бәрі Эрвиннің идеясы. Оның басынан бастап жоспары бар. Ол шындықты жасырады. Бірақ бір ғана белгілі нәрсе, олар 30 күннен кейінгі негізгі миссия алдында дайындық жасау үшін сынақ экспедициясына аттанады. Олармен бірге жаңадан шақырылғандар барады. Оның ішінде Армен мен Микаса да бар. Сондай-ақ о бастан-ақ әскери полицияға түсуді армандаған, бірақ болған жағдайдың бәріне байланысты өз ойын өзгерткен жанда болды. Сонымен қатар бұл гильдия майорының өз титандары бар. Ол олармен эксперименттер жүргізеді. Бұл адамдарға титандардың биологиясы туралы көп білуге мүмкіндік береді. Бірақ бір күні таңертең біреу оларды өлтірді. Ол Ханжиді қатты ренжітті. Өйткені бұл екі титанның құндылығы өте жоғары болды. Титандарды өлтіру қылмыс болмаса да, осы титандарды өлтіргендер Ханжи эксперименттерін бұзғандықтан іздеу жүргізгендердің тізіміне болды. Жаңадан келгендер қамалға келді. Оларды Эрен қарсы алды. Олардан айырмашылығы барлау қызметіне қосылды. Армин, Микаса және басқаларына гильдия логотипі бар формалар берілді. Онда олардың еркіндігін білдіретін қанаттар бейнеленген. Және олар басталғаннан кейін бүкіл гильдия экспедицияға аттанады. Эрвиннің жоспары бойынша бүкіл команда бір-біріне бірдей қашықтықта жарты шеңбер құруы керек. Егер кенеттен жолдастары жер бетінен көрінбесе, ол өз хабарламаларын сигналдық тапанша арқылы жіберу керек. Қызыл түтін титанның байқалғанын білдіреді, және бұл сигналды байқаған сарбаз оны құрамның басқа бөлігі көре алатындай етіп жіберу керек. Және осы хабарламалардың көмегімен Эрвин бағытты өзгерту туралы шешім қабылдайды. Титандарды кездестірмей мақсатқа жету үшін олар мұны жасыл сигнал арқылы жасайды. Соның арқасында барлық әскер қайда бару керектігін біледі. Бірақ отрядтың девиантты кездестіретін кездері болады. Бұл титанның түрі, оның құрбанының орнын анықтау қабілеті жоғары дамыған. Бұл жағдайда қара ракета атылады. Бірақ бір сәтте оң қанатты сарбаздар титанды кездестіреді. Ол жай ғана Эрен тұрған орталыққа, дәлірек айтқанда ең қауіпсіз жерге жүгірді. Армин оны тоқтатуға тырысты, бірақ ол күштірек болып оның бүкіл командасын өлтірді. Бірақ ол оны өлтірмейді, өйткені оның Эрен емес екенін көргенде ол жай ғана орталыққа қарай жүгірді. Осыған байланысты әскер титанның Эренмен бірдей қабілеті бар адам деген қорытындыға келді. Бұл қыз титан әскердің оң қанатын толығымен жойған басқа титандарды алып келді. Жан, Армин және Рейнер оны тоқтатуға тырысты, бірақ басқа титандардан айырмашылығы ол өзінің әлсіз жерін қорғайды. Сондықтан олар ештеңе істей алмады. Алда келе жатқан қауіпке байланысты Эрвин бір қатар әскерді биік ағаштар орманына бағыттайды. Бірақ орталықтағы сарбаздар ғана ішке кіру керек. Ал қалғандары бұл орманнан қашуға мәжбүр. Арминге және басқаларға орманның кіреберісінде тұрып титандарды тоқтатуға бұйрық берілді. Бірақ олармен күресудің қажеті жоқ, өйткені ағаштардың биіктігі титандардың оларға жете алмайтынын білдіреді. Осы уақытта титан Левидің отрядын қуып жетеді. Бірақ Леви онымен соғысудың орнына алға қарай жүгіруді бұйырады, және көптеген сарбаздар қайтыс болғанын біле тұра солай істеді. Бірақ бұл Эрвиннің жоспары болғаны белгілі болды. Соның арқасында олар титанды ұстайды. Леви Эрвинмен қалды, бірақ оның командасы Эренге қауіпсіз жерге жүгіруге бұйырды. Ол ұсталғанға дейін титан қыз өзінің әлсіз жерін қолмен жасырып үлгерді. Леви оны кесіп тастауға тырысты, бірақ брондалған титан сияқты өзінің денесінің бөліктерін нығайтуға мүмкіндік беретін қабілеті бар болып шықты. Олар оған кәдімгі қару-жарақпен өте алмағандықтан жарылғыш заттарды қолдану туралы шешім қабылдайды. Бірақ бұл туралы титан естіген бойда ол қатты айқайлай бастайды. Сондықтан орманның кіреберісінде тұрған титандар дереу ішке қарай жүгірді, және олар оған жеткенде оны жей бастайды. Сарбаздар керісінше оны құтқаруға тырысты, бірақ олар титанның бу денесін пайдаланып қыз қашып кетеді. Эрен бұл туралы басқаларға хабарлап базаға оралуды шешеді. Бұл титанды басып алу Эрвиннің бастапқы мақсаты болды, бірақ ол өз жоспарын жасағанда ол тек Эреннің күшін ескерді. Сондықтан олар оны ұстай алмады. Ол сондай-ақ олардың гильдиясында өз жоспарын жасырған сатқын бар деген қорытындыға келді. Дәл осы сатқынның кесірінен қыз тәжірибелік титандарды өлтіріп, енді жол бойында топтың бәрін өлтіріп қайтадан титанға айналған Эренді қуып келеді. Эренге қашуға бұйрық берілді, өйткені қалған жауынгерлер онымен айналысады. Алайда ол оларды жай ғана өлтіреді, және ақыры Эрен титанның күшін пайдаланып онымен күресуді шешеді. Бірақ әлсіреген күйде де қыз титан күштірек екенін дәлелдейді. Сондықтан ол оның денесін аузына салып онымен бірге қашады. Микаса мен Леви шайқастың дауысын естіп жетіп келіп, титан қыздың шайқастардан қатты шаршағанын байқайды. Микаса титанның назарын аударып жатқанда Леви оған шабуыл жасап, оны жаралады. Сондықтан ол өзін қорғай алмады. Шынында ұрыс кезінде ол аяғын сындырды. Олар оны өлтіруге мүмкіндік алды, бірақ Леви миссия маңыздырақ екенін айтты. Сөйтіп олар Эренді алып қабырғалардың ар жағынан қайтады. Операциядан болған өлім саны соншалықты көп және негізсіз болып, гильдия қолдау көрсетуге шешім қабылдайды. Эрвин мен оған қатысы бар адамдар Эрен өлтіретін астанаға шақырылды. Әскери полицияға олардың арасында академияда батырлармен бірге оқыған Энниде барлау корпусы болатын конвоймен бірге жүруге бұйрық берілді. Кейін бұлар іске кірісіп жатқанда Энниден Армин көмек сұрайды. Ол оның полиция дәрежесін пайдаланып оларды қашып кетуге дайындаған жерге апарғанын қалайды, және басшыларды алдау үшін жанды Эренге ұқсатып киіндірді. Олар сол жерге жеткенде сыртқы қақпаға жетуге болатын жертөлеге түсу керек болды. Алайда қандай да бір себептермен Энни ол жаққа
барғысы келмеді, өйткені оған ешкімнің жоқтығы біртүрлі болды. Олар бастапқыда Титанның Энни екенін білген. Ол Титан кейпіне түспеу үшін оны жертөлеге апарғысы келген. Бұның орнына Энни көшеде Титан болғысы келген. Бірақ сарбаздар оның бұл әрекетіне кедергі келтірді. Ол әлі де сақинасындағы кішкентай пышақпен өзгере алды. Бұл оның тұзақ екенін басынан бастап түсінді. Эрен, Микаса мен Армин жертөлеге түсіп, Эннимен күресу үшін Титанға айналу керек еді. Бірақ ол мұны істей алмады, өйткені айналу үшін оған белгілі бір мақсат керек. Ал Эрен өз кезегінде Эннидің Титан екеніне сене алмады. Бірақ сол кезде ол жертөлені бұзып өтіп, Эренді ауыр жаралайды. Кейіннен қалада Титан бар екенін бәрі біледі. Бірақ әскери полиция өз өміріне қауіп төндіргісі келмеді. Сонымен қатар оның жоспары осы жағдайға әкелген үшін олар Эрвинді өліммен қорқыта бастады. Бірақ ол өлімнен қорықпады, тек әскери полиция бастығынан жоспарын аяқтауды сұрайды. Олар да жауапкершілікті өз мойнына алғылары келмеді, сондықтан олар оны әзірше ұстап алуды шешті. Осы кезде Эрен адамдығынан бас тартпаса, достарының бәрі жай өлетінін түсінді. Сөйтіп ол Титанға айналады. Содан кейін ол Энниге шабуыл жасайды, бірақ ол қайтадан күшті болып шықты және Эренді ауыр жарақаттайды. Алайда бұл оның ашуын келтіріп, қол аяғының жоқтығы шайқаста оған кедергі болмайды. Өзін құтқару үшін Энни қабырғадан асып кетпек болды, бірақ Микаса оның саусақтарын кесіп тастап, Титан жерге құлап, ақыры оны Эрен ұйықтатады. Бірақ соңғы сәтте ол кідіргеннен қыз өтпейтін кристалды жауып үлгерді. Нәтижесінде гильдияның шақыруы шұғыл болды және Энни жертөледегі барлау корпусына ауыстырылды. Осы уақытта Эрвин халықтың шабуыл жасайтын кезі келгенін айтты. Ал мұның қалай жалғасатынын келесі видеода екінші сезонда білетін боламыз. Менің YouTube каналыма лайк басып жазылуды ұмытпаңыз. Ал келесіде кездескенше.